Бүгін бір пысықтығым ұстап 5 минутта тез дайын болатын пирогты істеп тастадым. Сіздерге рецепт керек болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде рецептпен бөлісіп кетемін. Сосын обедке осындай ет астым, асқабақ қосып, көбінесе мен оқырмандарым осы асқабақты қосқан кезде сұрап жатады. Осы тамақтың рецептін саласыз ба? Асқабақты қалай қосады, қалай істесе болады деген секілді. Негізі ет асқанда асқабақ қосасыздар ма, сіздер қоспайсыздар ма? Біз енді үнемі қосып жегенді жақсы көреміз. Асқабақ деген ол полезный ғой, денсаулыққа да пайдалы. Сондықтан арасында осылай асқабақты қосып ет асқан кезде жейміз. Қамырмен бірге жесеңіздер күшті шығады ғой дәмі. Сіздер осылай жасап көргенсіздер ма негізі? Егер менің осылай сөйлеп түсірген видеоларым ұнаса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер маған. Сіздердің сандарыңыз өскен сайын мен шабыттанамын, мотивацияланып қуанамын. Шыны керек, вахтадағы күйеуімді сағынған кезде, жалғыз қалған кезде, немесе бала-шаға үйдің тірлігінен шаршаған уақытта осы TikTok, YouTube влогым менің көңілімді кәдімгідей аулайды, көңілім кәдімгідей көтеріліп қалады. Өзімді бір жоғалтып алмас үшін осы TikTokқа влог жүргізу енді менің күнделікті жұмысым болып кетті. Инстаграмда сториске шығамын, күнделікті өмірімді салам деген секілді. Бұл менің бір сүйікті ісім, сүйікті жұмысым болып кетті. Айтпақшы, маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет влог, яғни видеоларды сіздерге салып отыратын боламын. Сіздерді жақсы көремін. Барлықтарыңызға бай-бай. Бүгін енді мына жыр болған пердемді де жинап, жуып, тазалап алып қойдым. Мен ойлаған мына жерде тұра беретін шығар, кішкене болсын қардан қорғап тұрады, судан қорғап тұрады десем, суға бұл перде шіріп кетеді екен ғой қыздар. Соған басым жетпепті, енді жинап тастадым бүгін.